Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Жақсы ма Рамина? Балалар, мен сендерге алыс жолдан келдім. Мынандай ертегі алып келдім. Жай келген жоқпын. Осы ертегіні сендерге баяндап берейін. Тыңдайсыңдар ма? Олай болса, мен сендерге бауырсақ ертегісін айтып берейін. Ерте заманда шал мен кемпір болыпты. Қараңдаршы балалар, шал мен кемпір болыпты. Шал айтыпты: "Әй кемпір, сен маған бауырсақ пісіріп бер" депті. Кемпір айтады: "Бауырсақты неден пісірем мен? Үйде ұн жоқ қой" дейді. "Сен ана қамбаның түбін ашсаң, соның жаңағы құтының ішін сыпырсаң, ұн шығады" дейді. Сол шал айтқандай кемпір жаңағы қамбаға кіріп, құтыдағы ыдыстарды сыпырып, ұн алады екен. Сол ұннан қаймақ қосып, сүт қосып, дәмділеп тұрып, бауырсақ пісіреді екен. Ол бауырсақ, Ернұр, бауырсақ пісіреді екен. Ол бауырсақ қып-қызыл болып, әдемі болып піседі екен. Мынандай бауырсақ пісіріпті кемпір. Ол бауырсақты жейін десе, ыстық екен. Кемпір алады да бауырсақты терезеге қойып қояды екен. Терезеге қойып қойса, бауырсақ көзін ашып, жолды көреді да, бауырсақ секіріп терезеден қашып түседі. Сол жолдан келе жатса, бауырсақтың алдынан қоян шығады. Қоян айтады: "Бауырсақ, мен сені жеймін" дейді. Бауырсақ: "Жемеші мені, мен саған өлең айтып беремін" дейді. Бауырсақ өлеңін айтады: "Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен сенен де қашып кетем" деп бауырсақтан қашып кетті. Қоян сөйтіп қалыпты. Содан бауырсақ өлең айтып келе жатса, алдынан аю шығады. Қорбаңдаған аю шығады екен. "Ей бауырсақ, мен сені жеймін" дейді аю. Бауырсақ айтады: "Жемеші мені, жемеші, мен саған өлең айтып беремін" дейді. "Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қашып кеттім, мен сенен қашып кетемін аю" дейді да, бауырсақ аюдан қашып кетіпті. Аю қорбаңдап орманда қалыпты. Ары қарай бауырсақ жолда өлең айтып келе жатса, алдынан қасқыр шығады екен. Қараңдап қасқыр. Қасқыр бауырсақты көреді да: "Қандай сен дәмдісің, мен сені жеймін" дейді. Бауырсақ айтады: "Сен мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін" дейді. "Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қашып кеттім, мен қорбаңдаған аюдан қашып кеттім" дейді. Сөйтіп, "Мен қасқыр, сенен де қашып кетем" деп бауырсақ қасқырдан да қашып кетіпті. Сөйтіп, жолда өлең айтып келе жатып, алдынан түлкі шығады екен. Ол түлкі шыға келеді екен: "Әй бауырсақ, сен қандай дәмдісің, сенен қандай иісің шығып тұр" дейді. Бауырсақ айтады: "Мен атамнан қаштым, мен апамнан қашып кеттім, мен қояннан қашып кеттім, мен аюдан қашып кеттім, мен қасқырдан қашып кеттім, мен сенен де қашып кетем" деп қашайын деп тұрған кезде, "Менің құлағым естімейді, сен менің тұмсығыма шығып айтшы" дейді. Сөйтіп, бауырсақ қайтадан өлеңін бастайды: "Мен атамнан қашып кеттім, мен апамнан қашып кеттім" деп әндетіп жатқан кезінде, түлкі тұмсығындағы бауырсақты алады да, хап деп тістеп алады да, жеп қояды екен. Сөйтіп, бауырсақ үйіне қайтамай қалады екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Ұнады ма сендерге ертегі? Ұнады ма?